Триц приложениесінде қазақтар бекерден бекер шулап жатқан жоқ. Кешегі Путиннің постының астында әлгі қазақстандық деп айта алмаймын мен оны. Қазақстанға келіп, өзінің қанша 101 жерден кофеханасын ашқан ғой енді. Барлықтары соған барады екен, бизнесін көтеріп берген екен, әлгі соған мақтанып отыр. Енді жаңағыдай қазақ тіліне қатысты, орыс тіліне қатысты өзінің мәселелерін айтқан. Кейін жаңағыдай парадқа байланысты қорықпай сондай бір комментарийлер жазып отқан. Путинді жақтап деген сияқты, Ресейдің соғысын жақтап. Қазақстанда тұратын орыс бизнесмен. Енді Ресей алға дейтін қыртынбайлар не дейсіңдер? Сен тіліңді сыйлап жатыр ма? Сыйлап жатқан жоқ. Сенің бизнесін жасап, ақшанды алып, қазақтың қалтасынан қағып жатса да, көтеріліп жатса да, рахметін айтып отқан жоқ ол. Сондықтан қазір жастар ренжіп жатыр осы нәрсеге, бойкот жариялап жатыр, бұл кафеге жаман баға беріп жатыр, бармаймыз деп жатыр мінекей. Көрдіңіздер ме? Бұл өте дұрыс. Біздің қоғам тек өзіне өзі ғана керек, қазақ тілі ғана бізге керек. Осы арқылы біз ел боламыз. Ұлтшылдарды қолдау керекпіз, ең бастысы. Рахмет.